Взятка сұрап жатса не істеу керек? Ескерту керек, қой деу керек. Қоймаса антикорға өткізіп жібересің. Оларға да жұмыс, саған да жақсы болады. Қоғамымыз бір адамға тазаланады. Взятка сұраған адамның бәрін қамату керек. Кім болса ол болсын. Кім болса ол болсын. Жетім болады, балалары жылап қалады. Жылай берсін. Одним коррупционером менше болады. Сондықтан көзін құртыңыздар болды. Аямаңыздар. Өйткені қоғамды солай тазаламасақ, мысалы, бәріміз 160-пен айдайтын едік машинаны. Мемлекетіміз камера қойып тастады, 2 рет штраф төлегеннен кейін бүйтіп қалып бармыз. Ойбай, болмайды екен, қой, 60-пен жүрейік деп. 100-ге емес, 60-қа түсіресің камерадан. Біз Құдайдан қорықпасақ та камерадан қорқамыз қазір. Сол сияқты қатал заң адамды түзейді. Мемлекетті алдап жатырмыз, былай да алдап жатырмыз. Ол қоғам солай түзелу үшін іштей бір-біріміз жеп бітіп жатырмыз. Олай емес. Сондықтан пәле сұрады ма, заявление жазыңыз, қорқатын ештеңе жоқ. Алла үшін бір адамды құтқарасыз. Қоғамды сондай сасық, сондай пасық, сол жұмысқа лайықты болмаған, тұқымдарын араммен тамақ тойдырған адамдардан құтқарып бересіздер. Сауап болады.